Сонда да қатты қозғаннан шешіндіріп, екі әріпіне қолымды салып уқалап жіберіп едім, суланып кеткен. Бір кезде оны үстіне көтеріп алдым да, спальниге апарып, екі әріпін жалап бердім. Екі әріпінің ішінен кисловатый духи араласқан иіс шығып тұр. Ол ыңырсып еді. Бір рет бітіргенде ойынға менің 22 сантиметр мүшем қосылды. Оның әппақ денесін бар ынтызарымен қалап тұрған мен мүшеммен ерік бере алмай, полный длиннасына дейін тығып жібердім. Екі әріпі өте тар екен, сондай, өте рахат, жұп-жұмсақ әрі сулы. Ол әйел арықтау еді. Мен оны көтеріп алып тұрып пердім. Ләззатқа қатты беріліп, барлық аппақ көбіктерді ішіне ағызып жібердім. Содан кейін жуынып келіп жатып әңгімелестік. Әңгіме арасында оның күйеуі соңғы 2 жыл бойы мүшесі дұрыс жасамайтыны және оның қатынасты қатты қалап жүргенін айтты. Кішкене әңгімелесіп болғаннан кейін біз қайтадан бастадық. Мен оның екі әріпін қайтадан жалап бердім, ал ол болса менің мүшемді зорып берді. Шалқасына жатқызып қойып, оның аузына тамағына дейін тықтым 22 сантиметрінде. Ол бұндай мүшені ешқашан көрмеген екен. Жалпы менің мүшем өте үлкен, онымен қоса жұмыртқалары да өте ауыр еді. Себебі ішіне аппақ көбіктер толып қалған еді. Сонымен не керек, оның екі әріпіне қайтадан тығып перей бердім. Ол ыңырсып жатыр. Бұл ыңырсыған әрине маған қатты ұнайды және мені қоздырып жатыр. Ақыр соңында екіншісінде оның ішіне ағызып жібердім. Осылайша біз мүші қапсыл терістік. Енді ол тәжірибесі бар әйел болғандықтан менің аппақ көбіктерімді өзінің ішінен тазалап алып жуып шығарғанын айтты. Ол әйел әлі бала көтерген жоқ менен.